Күн көреді әкесіз де анасыз, өмір сүреді әйелсіз де баласыз, ал отансыз нағыз сорлық панасыз. Білесің бе сен отанның не екенін? Екі өмір жоқ, әрине, екі өлім жоқ, жалғыз отан сенің нағыз мекенің. Мен ыстық жұмақтарды кіндік қаным тамған киелі жерім Шымкентке арнаймын. Шымкент қаласы соңғы жылдары саяхаттаудың жаңа бағытына айналды десек те болады. Себебі Шымкент қаласындағы ескі қалашық Цитадель. Цитадель жергілікті маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштер археологиялық орын десек те болады. Бұл жер көптеген жылдар бойы қала картасында белгісіз болып келген. Егер жергілікті тұрғындардан базардың жоғары жағындағы бұл қандай төбешік деп сұрасаңыз, нақты жауап ала алмайтыныңыз анық. Шынында да ескі қала деп аталатын жерде әртүрлі тауарлар белсенді сатып алынып жатқан. Шымкенттің жиі баратын ауданы бірнеше ондаған метрлік төбеде болған. Батыс жағындағы баспалдақпен түссеңіз, солтүстік-батыс күзет мұнарасын көруге болады. Аңыз бойынша ортағасырлық алхимиктердің зертханасы осы жерде орналасқан. Сондықтан да оны алхимиктер мұнарасы деп атайды. Тарихи мұражайға барған кезде сіз Әбу-Насыр әл-Фарабидің ұстағаны әбден мүмкін сфералық конустарды көре аласыз. Оларды алхимиктер тәжірибе кезінде қолданған. Айтпақшы, әл-Фараби алхимияны жетік білген, өзі де зертханалық жұмыстармен айналысқан деседі. Бір саяхатта 2200 жылдық тарихты көру мүмкін бе? Енді тек тарихшылар үшін емес, туристер үшін де таңғажайып орын. Цитадель қалашығы тарихи мәдени нысан. Онда сіздер ашық аспан астындағы мұражай, амфитеатр, галереялар, жәдігерлер, қолөнер бұйымдары, орта ғасырлық қаланың даму динамикасын сипаттайтын өзге де қызықты нысандар өте көп. Қайта қалпына келтірілген Шымкент кешеніне серуендеп, 2200 жылдық тарихқа көз жүгіртіңіз.